Ассалаумағалейкум балықшылар. Жезқазған аңшы және балықшы қауымдастығы жарыс өткізіп отыр балықтан. Балықшыларға, қонақтарға тегін тамақ бар. Плов істеледі, күріш, шай бәрі тегін. Да, 146. Надо номер брать, да? А этот, Сапаев. Сапаевский. 22. Карматюк. Ваши, да? Выборочно пройдите. Да, пусть сюда. Нет, прям шарься. Прям шарься. Там нет. Давай лучше по-любому живая. Вообще не участвует. Сейчас или регистрация, или что-то. Жеребевка болып отыр. Ішінен кез келген санды алып, сол санменен ана жердегі сандары жазылған, сол жерге барып отырады өзінің тесігінің жанына. Шамамен 120 балықшыдай қатысады. Әлі анық емес, тіркеліп жатқандар бар. Балықшыларына ерге номерін алғаннан кейін тексерістен өтеді. Өйткені кейбір кісілер өздерімен бірге балықты алып келіп, кеше күнгі аулаған балықтарды алып келіп, қосып жіберуі мүмкін. Әділ өту үшін. Неден тексеріп отыр. Вчера был на рыбалке, значит, может быть, затарит. Да, вот двоих. Бір қарап жерге ола ма, еңізді? Жоқ, жайық былай сыртына олай. Коробкада не бар? Там удочки. Вот. Что, смотрим? Ага. Хлеб, водичка, удочка одна. Две удочки вот. Рукавички, руки вытирать, запасные удочки. Закидушка все. Вот так. Все, пакетики вон туманный дает. Все, давай сюда проходи. Рыба интересует, батя. Где? Балық салуға. Балықтарын осы арнайы салфанда салып ұстап отырады. Құтқарушы жігіттер.
Ассалаумалейкум. Так, сейчас слово хочу передать замакиму города Жезказгана. Қайырлы күн, құрметті мынау керемет іс-шараға қатысушылар. Бүгінгі міне ұйымдастырушыларға көп алғыс. Осындай іс-шаралар адамды біріктіреді. Мынау общество охотников рыболовов қой ұйымдастырушы. Осы азаматтарға мында бір алғыс. Бүгінгі іс-шара ешқандай қауіп-қатерсіз өтсін. Енді әр жарыс айтады ғой, пусть победит сильнейший деп. Пусть победит удачливый. Сондықтан іс-шараға қатысып жатқанның саны 100-ден асып тұр дейді. Енді сәттілік бүгінгі күнге. Іс-шара жақсы өтсін. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Так, теперь сразу скажу правила. Каждый, кто получил номерок, идет к своей лунке по команде. С левой стороны, там по 60 или какой, там егерская служба, она вам покажет, где как что начинается. А оттуда будет дан старт. Так, по правилу, можно будет только одну лунку, прикормку можно любую. Одна лунка, одна удочка, 2 крючка. Ловить можно на все, что угодно. Рыбу, например, будет вытаскивать там из штанов или там из-под себя. Сразу исключается. Сразу исключается он, все. Шапки тоже. Из-под мышки, шапки и там откуда угодно. Сразу исключается. Это я вам сразу говорю. Чтобы потом не было никаких недоразумений. Потому что егерская служба будет постоянно контролировать над этим, чтобы недоразумений потом никаких не было. Это инициатива самих рыболовов. За собой мусор не оставлять. Это наше основное правило рыболова. Какие-нибудь вопросы есть? Давайте прошу на номерки, на места. Бисмилля деп барлығына сәттілік тілейміз. Рахмет. Жерлес екенбіз ғой. Жездіңізсіз бе? Ассалаумалейкум. Нұрбол. Жүрісі қаяғында, оң жағында, сол жағында. Бақа қақ ортасына кепсің ғой. Айтпа, непонятка ғой, брат. Көреміз енді. Бұйырғаны от. Бұйырсын сәттілік ал. Ассалаумалейкум. Жарысымыз осы. Таныс жігіттер ма? Все, старт.
Здесь уже побольше. Вот, надо снимать. Маленький. Маленький ловим, ё-моё. Зачем общий вес? Надо побольше. Тишина. Не хочет. Каналыңыздың аты қалай еді сіздің? Ирик. Жоқ, канал ненің, ютубтың. Жесфиш. Рыбалка, Ютубқа түсіреді видео. Көрсеңіздер болады. Описаниеда болады. Тіркеліп қойыңыздар. Жезқазған балықшы. Ютубқа видеолар салады. Пакет можно, да? Клюв. Это уже повеселее. Тамаша отыр. Біраз балық аулап тастады. 6-7 балықтан 15 минут болып басталғанына 6-7 балықтан аулады. Жеребе тартқан уақытта мына шеткі жолдағыларға түскендерге балық түсіп бастап отыр. Жаңа бұрғылағанда бәрі қашты ғой, балықтардың барлығы. Орта кезіне қатты түсіп отқан жоқ әлі. Шеткі жақтары балықты аулап бастады ғой. Сондықтан ортада қалып қойсаңыздар, оту қиындау болатын сияқты. Келген жоқ балық. Дай ему шмок, помойте ее, шмок. Мама нет. Она другой помешать чуть-чуть.
Открытие в этом году собираешься? Минут уақыт қалды. Сағат 12-ден 40 кетті. Шарсы 1-ге дейін. Алып атсыз ба? Жақсы. О, жақсы. Все, достаем снасти, сматываемся и складываем, ждем. Болды. Қарсы тоқтатылды. Қармақтарын жинап отыр барлығы. Бір ряттан жиналып кете береді ақырын-ақырын. Бірінші ряд өлшенеді, екінші ряд, үшінші ряд. Бір рядта 6-7 адамнан екен. Балықтарын бір-біріне беріп қоймау үшін жеке-жеке қалғандар орындарында отырады қарап. Так, первая. Грядка пошла, она взвешивает. 695. Проходите сюда. Туда проходите. Ребята, участники, кто были, пройдите, пожалуйста, назад. Не стойте, пожалуйста, спереди. Кило 845. 20 номер Ческозграда. Фамилия как? Правильно, да? Кило 260. Это, короче, надо пьет, самая большая рыба. Қанша шықты? Салмақ. 235. О. Тамаша. Үйірсін. Андағы бекпеш па? Кило 480. Кило 480. Номерок оставьте. Оставляй. Давай, по 5, да. Вот так вот. 16 надо будет. Так, готовы? Давайте. Раз, два, три! Руслан застрял, блин. Все, уважаемые участники, которые... Так, следующие 5. Давайте, кто 5 делает? Готовы? Народ, смотри дальше. Давайте. Раз, два, три! О, Есть! Фамилия? Ершов. Следующие 5 человек. Раз, два, три! Молодцы, ребята. Все, так, победители. Второй. И еще немалый факт. Хотелось бы отметить наших друзей, товарищей, спонсоров, то есть, которые помогают, активно всегда отзываются. Это Рустрой. Раз, два, три!
путевкой на всех водоемах Казанского общества и охотников и рыболовов. Поздравляю! Годовыми путевками бесплатными на всех водоемах Казанского общества охотников и рыболовов. Ал қарны ашты. Өзіміз тамақшы болайық. Мына жерде палау мен балықтың сорпасы бар, уқа. Қарны ашты. Бауырсақпен ұрып алайық осыны. Ал. Бисмилля. Ас болсын. Так, за третье место. Маковей. Вес какой? Вес. А. Вручается грамота Жезказганского общества охотников и рыболовов. Вес рыбы какой? Опа, молодец! Кило 610. И ценный приз. Матрас раскладушка Каримат. На 3 месяца путевка выдается. Третье место еще Ахмедиев. 1 кило 750. Аплодисменты! Ребята, сюда посмотрите! Путевка на 3 месяца бесплатно на водоемах Жезказганского общества охотников и рыболовов. Второе место. Ахмеджанов. Кило 825. Ценный приз. Путевка сейчас. Так, второе место. Еще одно второе место. Тарговичев. $2,240. И первое место в соревнованиях по подлетному лову рыбы на Кингерском водохранилище награждается Балтабеков. Награждается грамотой Жезказганского общества охотников и рыболовов, годовой путевкой и ценным призом. Вес рыбы? 2,235. 2,235. Так, за третье место Ахмадиев. За третье место еще Мороз. С. Ценный приз и путевку на 3 месяца. Бесплатно на водоем Кингерского водохранилища. Путевку получите так. Так, и у нас еще было, да, такое предложение, номинация «Самая крупная рыба», да, по весу? Big Fish. Үлкен балық. Престол. Акида дастархан жаясың енді. Так, победители все на фото сюда. Призеры, победители. Всех соревнований сегодняшних. И по рыбалке, и по забегу, и по охоте. Стол на испытание. Хорошо. Бірінші орын. Ең үлкен балық ұстады. Және бірінші орын. Теперь твою вещь там надо сидеть. Ал осымен жарыс аяқталды. Әділ өтті бәрі. Тамаша. Жезқазған аңшылар және балықшылар қауымдастығына үлкен рахметімізді айтамыз. Осындай жоғары деңгейде жақсы жарыс ұйымдастырып жатқанына балықшылар бәрі риза болып жатыр. Жақсы, ассалаумағалейкум.